Карагөзова қызына иттің майын ішкізгені үшін көпшіліктен сын естіді. Продюсер екінші қызы Айаруға иттің майы мен жылы сүт беріп ем жасады. Көпшілік бұған әр түрлі пікір жазды. Айару анасының қолын кері қайтарып, иттің майын жегісі келмегенімен анасы қолғалап қоймады. Жеуге міндеттеген соң қызы көнуге мәжбүр болды. Баян Мақсатқызы мұның иттің майы мен сүт екенін ашық айтып, бұл туралы парақшасында өзі бөлісті. Ал желіге көпшілік продюсер сынай жөнелді. Бұның исламда харам екенін айтып жатыр. Бірі шынында да иттің майы ауруға ем ретінде көмектеседі деп жақтады. Иттің майын жегізгені несі? Орыс болып кеткен. Мұсылманда мұндай жоқ. Иттің майы зиян. Мұсылмандар жемейді. Оған тыйым салынған. Кей адам иттің майы көмектесті деп жатады ғой. Шипасы бары рас шығар. Жиіркенішті. Жиіркенген нәрсені жеуге болмайды. Керісінше ауру табады. Иттің майын бүгін, ертең шошқаның майын жегізесің деп шулады көпшілік.